Бәріне сәлем, бүгін біз королевский пирог жасаймыз. Ол үшін жұмыртқаның үстіне қант, қаймақ қосып араластырамыз. Оның үстіне сүзбемізді салып, жақсылап араластырамыз. Сүзбенің ірі жерлерін шаңышқының көмегімен ұсатамыз. Оның үстіне қатқан майды үккіштен өткіземіз. ұн мен майды жақсылап араластырып аламыз. Қопсытқыш пен ванильді қант қосып араластырамыз. Үстіне какао қосып тағы араластырамыз. Қантымызды қосып араластырып аламыз. Противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп, дайындаған ұнның жартысын сеуіп шығамыз. Үстіне қалған ұнды біркелкі сеуіп шығамыз. градус қызып тұрған духовкаға 20 минутқа қоямыз. Пирогымыз дайын. Видеоны аса лайк басып, каналға жазыламыз.